Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбемен жасалатын жұп-жұмсақ әрі өте дәмді сочниктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Қамырын дайындау үшін ең алдымен міндетті түрде ұнды илеуіштен өткізіп, қамыр қопсытқыш пен қантты қосып араластырамыз. Кейін жұмыртқа және сары майды қосып, қолмен жақсылап біркелкі болғанша ысқылаймыз. Соңында қаймақты қосып, біркелкі қамыр илейміз. Осындай дайын жұмсақ қамырды таза целлофанға салып, тоңазытқышқа шамамен жарты сағатқа қоямыз. Сол уақыт аралығында біз сүзбелі салмамызды дайындаймыз. Сүзбеге 1 шай қасық ұн, қант, жұмыртқа уызын және 1 үлкен қасық қаймақ қосып, барлығын араластырамыз. Салмамыз сәл сұйық болса, тағы да сәл ұн немесе жүгері крахмалын қолдансаңыздар болады. Аз-аздан қосып отырған жөн, мен жалпы 1 үлкен қасық крахмал қолдандым. Сүзбелі салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, осылай ыңғайлырақ болатындай ұзынша етіп келтіріп, бірнеше бөлікке кесеміз. Менде 14 дана шықты. Қамырымызды ыңғайлы формаға келтіріп, видеода көрсетілгендей оқтаумен дөңгелекше етіп жазамыз. Және дөңгелектің жарты бөлігіне 1 ас қасық салмамызды салып, екінші бөлігімен жабамыз. Барлық бөліктермен осылай дайындап шығамыз. Енді бағана қалған 1 жұмыртқа сарыуызына сәл ғана сүт қосып, араластырып, үстіңгі бөліктеріне жағып шығамыз. Сочниктерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіреміз. Әсемдік үшін үстіне қант ұнтағын сеуіп шығуларыңызға болады. Біздің сочниктеріміз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қамыры да көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, сүзбелі салмасы да сыртына шығып кетпей, өте жақсы піседі. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда өте көп рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.